Қайырлы күн. Бүгін балаларды интеграциялап жүргізудегі диарея тақырыбын талдайтын боламыз. Диарея дегеніміз бізде үлкен дәреттің тәулігіне, яғни 24 сағат ішінде 3 реттен көп болуын біз диарея деп айтатын боламыз. Диареяны қалай білеміз? Яғни егер балада диарея бар ма, жоқ па сұраймыз. Нәжісі 3 реттен жиі ма, жоқ па? Егер иә болатын болса, қанша күннен бері? Және де үлкен дәретінде қан бар ма, жоқ па, соны сұраймыз. Одан кейін баланың жалпы жағдайына қараймыз. Яғни есі анық па, немесе есі жоқ па, мазасыз ба, немесе кәдімгідей сабырлы түрде болып тұр ма, көзі шүңірейген ба, жоқ па. Балаға су беріп көреміз. Егер бала суды іше алады ма, іше алмайды ма, соны анықтау үшін. Немесе қатты сіміріп тұрып ішеді деген сияқты белгілерге қарайтын боламыз. Тері қатпарын көреміз. Іш бөлігіндегі тері қатпарын былайынан қысқан кезде оның жазылуын көреміз. Яғни егерде диарея болатын болса, ауыр сусызданатын болатын болса, терінің жазылуы 2 секундтан жоғары болады. Енді сусызданудың типіне қарай біз диареяны классификация жасайық. Өте ауыр сусыздану, яғни бұл жерде бізде мына 4 белгінің 2 болатын болса, бізде уже ауыр сусыздану деп саналынады. Яғни санасы летаргиялық немесе ес-түссіз, көзі шүңірейген, суды іше алмайды немесе өте нашар ішеді. Тері қатпары өте баяу жазылады. Осының 2 пациентте кездесетін болса, ауыр сусыздану болады. Оны біз бірден план Б бойынша емдейміз, жедел түрде стационарға жібереміз. Егер бала 2 жастан және де одан да жоғары болатын болса, сол бала өмір сүретін аймақта холера, антибактериалды препараттармен емдеп, яғни холера сияқты аурулар бар ма, жоқ па, соны сұрастырамыз. Мына белгінің 2 кездесетін болса, онда біз орташа сусыздану деп айтамыз. Яғни бала мазасыз, көзі шүңірейген, суды сіміріп ішеді, шөліңкіреп ішеді, және де тері қатпары баяу жазылады. Егер тері қатпары баяу жазылып, бала суды сіміріп ішетін болса, яғни 4 белгінің 2 болатын болса, біз орташа сусыздану деп қоямыз да, сусыздануды план Б бойынша емдейміз, және де стационарға жібереміз. Стационарға жеткенше пероральды тұзды жиі аузы арқылы ішкіземіз. Егер бала емшек жасындағы бала болатын болса, онда жиі емізуіміз керек болады. Анасына қайтып қашан келу керегін айтамыз, яғни келесі келу 5 күннен кейін. Егер жағдайы ауыр сусыздануға өтіп кететін болса, дереу қайтадан стационарға жедел жәрдемге хабарласу керек. Егер де мына 4 белгінің ешқайсысы болмайтын болса, онда біз сусыздану жоқ дейміз де, план А бойынша емдейміз, келесі келу 5 күннен кейін. Жағдайы нашарлап жатса, қайтадан больницаға келу керектігін ескертеміз. Енді егер де диарея, мына жерде айттық қанша күннен бері деп, егер диарея 14 күн және де одан аса диарея болып жүретін болса, яғни күніге нәжісі 4 реттен 5 реттен 2 апта бойы солай болып жүретін болса, онда сусыздану бар дейміз, ауыр, ұзаққа созылған диарея диагнозын қоятын боламыз. Оны емдеген кезде басқа аурулары болмайтын болса, онда кәдімгідей план Б, В мен емдейміз, ал егерде басқа аурулар болатын болса, сол ауруларды емдейміз және де стационарға жіберетін боламыз. Келесі ұзаққа созылған диарея. Бұл жерде сусыздану жоқ, тек қана жиі дәретке шығады. Яғни анасына баланы қалай тамақтандыру керегін түсіндіреміз, цинк препараттарын қосамыз. Негізі цинк препараттары Қазақстан протоколында жоқ, бірақ басқа шет мемлекеттерде бар. Цинкті біз тек биологиялық активті зат ретінде ғана бере аламыз өз тарапымыздан. Ол дәрілік зат ретінде саналмайды. Және де келесі келу 5 күн деп айтамыз. Егер мына жерде нәжісінде қан бар ма, жоқ па деп сұрадық қой, сол кезде нәжісінде қан болатын болса, онда ол ауру бізде дизентерия болады. Нәжісте болған қан болатын болса, ол дизентерия. Бұл кезде ципрофлоксацин антибиотигін 3 күн береміз. Баланың сусыздануын
болып жатса, соны берем, цинк сусыздануын емдейміз, цинк береміз, келесі келу 2 күннен кейін деп айтамыз. Енді біз план А, Б бойынша қалай емдеу керектігін жазайық. Так. Бізде план А, Б, В бар. Яғни план А дегеніміз сусыздану жоқ балаларға жасалса болады. Яғни көп құсып, бағанағыдай нәжіс шығарып жатқан балаларға жеңіл дәрежеде болатын болса, онда біз план А-ны беретін боламыз. Қазір план А мұны. План А-ны біз амбулаториялық жағдайда, яғни үйде емдейміз. Оның 4 ережесі бар. Яғни қосымша сұйықтық беру, цинк препараттарын беру, емізуді жалғастыру, анасына қайтадан қашан келу керектігін айту. Егер анасы емізетін болса, онда жиі-жиі емізуіміз керек болады. Ал егер бала ембейтін жастағы бала болатын болса, яғни жоғары жастағы бала немесе туа салып ембейтін бала болатын болса, онда біз пероральды тұздарды, мысалы сорпа, күріш қайнатпасы сияқты, айран сияқты заттарды және де таза суды берсек болады. Пероральды тұзды үйде жасау міндетті түрде, яғни регидрон сияқты заттармен план А-ны жасай аламыз. Яғни 2 жасқа дейінгі балаларда біз 50-100 мл әр үлкен дәретке барған сайын 50-100 мл сұйықтық беруіміз қажет. 2 жастан жоғары балалар болатын болса, онда сұйықтықтың мөлшері жоғарылайды, яғни 100-200 мл сұйықтық беруіміз қажет. Егер балада құсу болатын болса, 10 минуттай күтеміз де, ары қарай жайлап жиі-жиі препарат беруді жалғастырамыз. Айтып өттік, жаңа цинкті біздің Қазақстанның протоколында жоқ. Дәрігерлер бұны тағайындай алмайды. Тек аналары өз беттерінше биологиялық активті зат ретінде беруі керек. Яғни 6 айға дейінгі балаларда күніне 10 мг 10-14 күн. 6 айдан жоғары балалар болатын болса, күніне 20 мг 10-14 күн беруіміз қажет болады. Жағдайы ауырласа, міндетті түрде стационарға келіп, Б планға өтеді. Б план дегеніміз қалай? Яғни біз орташа сусыздану болатын болса, бізде Б планын береміз. Яғни Б планы бізде емханада жасалынады. Бұл балаға 4 сағат ішінде сұйықтық беру. Яғни баланың салмағына қарай біз сұйықтықты береміз. Егер 40 килограмм бала болатын болса, біз 40-ты 70-ке көбейтеміз де сол сұйықтықты береміз. Қазір мен есептеп жіберейін. 40-ты 70-ке көбейтеміз. 40-ты 75-ке көбейтеміз. Яғни біз 300 мл сұйықтықты 40 килограмм балаға бере аламыз. То есть 300 емес 3000 миллилитр, яғни 3 литрді 40 килограммдық балаға беруіміз қажет. Мына жерде айтылып өтілген. Қазір мінекей. Егер бала 6 килограмм болатын болса, онда 200-400 миллилитр береміз. 6-10 кило болатын болса, 400-700 миллилитр береміз. 10-12 килограмм болатын болса, 700-900 миллилитр береміз. 12-19 килограмм болатын болса, 900-1400 миллилитр береміз. Миллилитр деген уже мынаште 1,4 литр деп тұрған сөз ғой енді. Осылай жасаймыз, яғни 4 сағат бойы пероральды тұздарды суға араластырып, салмағына байланысты береміз. Салмағын көбейтеміз 75-ке. Сонда бізде пероральды тұздардың мөлшері шығады. Бала құсып жататын болса, онда 10 минут күтіп, әр іше алғанынша осыны 4 сағат беруіміз қажет болады. Келесі бізде план В. Бұл өте ауыр сусыздану кезінде қолданылады. Яғни стационарға барғанша жедел жәрдемнің ішінде осыны беріп барады. Немесе білімді аналар болатын болса, жолда да бара береді. Егер мына жерден бастаймыз.
внутривенно, яғни тамыр-ішілік қабылдай алады ма? Тамыр-ішілік қабылдай алатын болса, онда біз емшек жасындағы балаларға, 1 жасқа дейінгі балаларға 30 мл килограммды 1 сағат ішінде береміз. Жаңағы айтып өткендей килограммды 30 мл-ге көбейтеміз. Яғни, егер 10 килограммдық бала болатын болса, 30 мл-ді көбейтеміз де 300 мл-ді 1 сағаттың ішінде тамыр ішіне енгіземіз. Жетіп үлгермей жатсақ, келесі 70 мл килограммды тағы 5 сағат ішінде береміз. Яғни Қазақстанның әртүрлі жерлерінде бар ғой, мысалы, ауылды жерлерде тұратындар 1 сағатта жетуі мүмкін, кейде 2 сағатта жетуі мүмкін. Сондықтан осылай килограммға өлшеп береміз. Бұл 1 жасқа дейінгі балаларда. Егер бала 1 жастан 5 жасқа дейін болатын болса, 30 мл килограммды 30 минут ішінде енгіземіз. Яғни 20 килограммдық бала дейікші мына жерде. 20 килограммдық баланы 30 мл-ге көбейтетін болсақ, 600 мл-ді біз 30 минут ішінде енгізуіміз қажет. Келесі 70 мл килограммды 30 килограммдық балаға, мысалы 70 мл килограммна өлшейтін болсақ, 2/100, я? 2/100 мл-ді біз 2,5 сағат ішінде тамыр ішіне енгізуіміз қажет. Баланың жағдайын үнемі бағалап тұруымыз қажет. Егер бала тамыр ішіне салғаннан кейін жақсаратын болса, пероральды тұздарды, яғни ауыз арқылы ішкізуіміз қажет болады. Ауыз арқылы іше алмасан, назогастральды мұрын арқылы зондтармен енгіземіз. Енді мына жерге келейік. Тамыр ішіне қабылдай алатын болса, сұйықтықтарды енгіздік тамыр ішіне. Ал егер тамыр ішілік қабылдай алмайтын болса, онда біз тамыр ішіне 30 минут ішінде саламыз ба, жоқ па? Стационарға жетіп үлгеретін болсақ, онда пероральды сұйықтарды беретін боламыз. Ал егерде мына жерде де тамыр ішіне қабылдай алмайтын болса, назогастральды енгізе береміз. Себебі баланың жағдайы тез нашарлайды. Сондықтан назогастральды енгіземіз. Жағдайын қайттан қалпына келген соң, ауыз арқылы, одан кейін тағы болып жататын болса, тамыр ішілік енгіземіз. Жалпы план А, Б деген осындай болып келеді. Айтып өткенімізде цинк препараты ол бізде протоколда жоқ. Дәрігер беретін болса, олай тағайындалмайды. Яғни сіздің басыңыз бәлеге қалады, егер сіз дәрігер болатын болсаңыз. Ал БАД ретінде біз бере алмаймыз. Біз тек дәрілік препараттарды бере аламыз. Сондықтан бұл біздің Қазақстан еміне әлі цинк препараты қосылмаған. Бірақ оқыңыздар, үйреніңіздер, біліңіздер, цинк препараты диарея кезінде өте жақсы көмектеседі.